Қайырлы күн достар. Міне өздеріңіз байқағандай, мен қасымда қазір Асқар Абубакиров ағам тұр. Өткен апта Асқар ағам Түркия еліне іссапармен барып қайтқан болатын. Онда Турцияның 5 қаласын арнайы аралап қайтты. Енді Турция Еуропа деп аталады ғой бізде. Енді осы Еуропада Асқар аға жалпы 5 қаланы араладыңыз. Ең бірінші қай қаланы араладыңыз? Қандай мақсатта бардыңыз? Жалпы осы жайында кетсек. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен бүгін телефоныңызбен өз сұхбатымызды жалғастырып жатырмыз. Дұрыс айтасыз, кеше жақында осы алдыңғы күні бірнеше күнге Түркияға барып, арнайы өзім алдымызға қойған мақсатымыз бар. Бұл ең бірінші осы бауырлас Түркиямен біргелікте бірлескен бір жобаларды құру. Енді қазір үлкен тілмен айтқанда инвесторларды шақыру деп айтады. Бірақ басты мақсат нақты бір кіші болса да бір түрік бауырлармен бірге оларда технологиялар дамыған, олар европалық технологияларды өздеріне қазір тәжірибе ретінде іске асырылып көптеген компанияларды көруге болады. Сол мақсатпен бардық. Кемінде 4-5 қаланы араладық. Қай қалалар атап? Мен атап өтейін, Стамбулдан бастадық. Анкарасына бардық. Анкара өзінің астанасы. Одан кейін Измир деген қалаға бардық. Бурса деген қала бар. Бурса деген қалада арнаймен тоқталып өтіп көптеген үйренетін жобалар көп екен. Қайсысы мысалы атап өтсек? Мен енді Бурса түрік бауырларымыздың бір айтатын әңгімелері бар. Оларда осы технологиялардың ауыл шаруашылық саласын қарасақ, Бурса мен Коня екі облыс бар, екі аймақ бар. Олар бір-бірімен қарым-қатынас жасайды, бірақ бір-бірімен конкуренция, бәсекелестік бар. Олар бір-бірін Коняны Қытай дейді, Түркияны Қытай дейді. Бурса біз кішкене дамығанбыз дейді, сондай үлкен бір өздерінің әңгімелері бар. Не себептен? Себебі Коняда агроиндустриялық аймақтар көп дамыған. Олардың технологияны Европадан копиясын жасап, сол жақта өндіріп жатқан көптеген технологиялар бар. Кәдімгі оборудование дейді, ауыл шаруашылық компаниясы кішкене тракторден бастап, кәдімгі егетін техникалар көп. Бірақ олар тез істейді и арзандау істейді. Бурсада кішкене Европаның дамыған технологияларын алып, олар өздері соны үйреніп, өздерінің қосымшаларының ішіне өзінің қосымшаларын қосып, олар енді біз технологиялық жағынан кішкене көбірек дамығанбыз. Енді біздің мақсатымыз қандай болды? Біз қазір таңда міне Тараз қаласында, Жамбыл облысында жүрміз. Осы тамшылатып суару дейді, жаңбырлатып суару дейді. Осы ауыл шаруашылыққа байланысты бірнеше компаниялардың бірнеше өндірістерді көрдік көзімізбен. Олар Италиямен бірге кезінде бастаған. Осыдан кемінде бір компанияға бардық. Сіздер деген компания жас жігіттер істейді. Бірақ кезінде әкесі бастаған. Осыдан бір 40-50 жыл бұрын. Отбасылық бизнес жалғастырып отыр. Отбасылық бизнес, кәдімгідей дамып кеткен. Олар ауыл шаруашылық техникасында Италиядан үйреніп, келіп, сол жақта өздері Түркиядан істей алатын нәрселерді сол жақта шығарады өзі. Қазір жаңбырлатып суару жүйесін кәдімгі технологиясын, оборудованиясын сол жақта шығарады. Соны көріп келдім. Олар кәдімгі производствосын көріп, мен арнайы осы сізбен бірге қазір осы сұхбаттың арқасында арнайы бір видеоблог жасаймыз. Осы барған сол жақта мен видео түсірдім. Менің мақсатым тек қана біздің жерлестерімізді көру керек. Мақсатымыз, мен бір өзім барған жоқпын. Біздер бірнеше жігіт болып бардық. Жұмысшы топ бардық. Жұмысшы топпен бардық. Біздің мақсатымыз сол жақта көзбен мен көрген көзбен өндірісті басқа біздің фермерлерге, біздің кәсіпкерлерге көрсетсек, бауырларымызға көрсетсек, олар қиын емес екенін білсе, сонда шығара алатын көз жеткізсе. Бірақ менің өзім мақсатым, қазір таңда мен енді кәсіпкер тарапына өткен соң, өзім Бурсада арнайы бір партнерім бар, бір ағамыз бар, сол жақта өндірісті істеген. Солмен бірге қазір осы Тараз қаласында, Жамбыл облысында бір өндірісті кіші ғана ауыл шаруашылыққа байланысты ниет, жоспар құрдық. Ол кісі қазір көшіп жатыр. Әзірге айтпайсыз ба не екен? Алда уақыт айтасыз ба? Қазір таңда бірнеше техниканың түрін таңдап жатырмыз. Осы
құдай қаласа бір-екі аптаның ішінде шешіледі. Соны осында мына СПК-ның тарапынан біздерге қазір арнайы бір не дейді, помещение дейді, ол арнайы бір осы өндірісті технологиялары әкелетін помещениені біз тапсақ, осы өндірісті осы жерге қоюға дайынбыз. Оның түркиялардың айтып жатқаны үлкен бір әңгімесі. Егер сол өндіріс, сол техниканы сіздерде темірлер бар, кәдімгі не дейді, шикізат бар. Соны осы жерде шығарсақ, ол Түркиядан да кемінде 25%-ға арзан болады. Өйткені енді бұл біздің қазір көріп отқан көрермендерге түсінікті болу үшін, жаңа екі ел арасында шетел асып барғаннан кейін жаңағының ақысы болып, кішкене баға өсіп жатады. Ал егер өзімізде өндірілсе, біріншіден өзіміздің өнім болады, екіншіден жаңағындай өзіңіз айтпақшы бағадан кішкене не болмайды, арзандау болады, ыңғайлы болады. Үшіншіден шаруалар өз көзімен келіп жаңағы производство деп жатамыз ғой, көріп тұрып алады. Дұрыс, иә. Бірақ ең үлкен бір не дейді, ең үлкен бір мақсат бұл енді біз технологиялар бойынша, оборудование өндіріс бойынша көп әңгіме айтамыз. Бірақ іс жүзінде өзімізде кіші форматта, орташа форматта өндірістер онда көп емес қой. Енді жай болып жатыр, бірақ соны дамыту мақсатында біз енді арнайы бір форум емес, арнайы бір хатпен емес, нақты барып, сөйлесіп, көзбен көріп, соны біргелікте жұмыс жасайық. Осында біз сатуға көмектесеміз, бірге біздің мақсатымыз, біздің азаматтарымыз сол технологияларды шығаруды, технологиялар қалай барлық процесін үйрену. Егер біздің балдарымыз білсе, ол кезде біздің өндірістерімізді, бизнесті осы салада да дамиды. Себебі олар да айтып жатыр, бізде Европадан копировать етті, Түркияға келдік, 50-70 жыл бұрын әкелді, бастады, міне қазір дамып жатыр. Керек жерін өздерінен қосты. Түрк бауырларымызбен бірге енді бізді үйреніп жатыр. Соны істесеңіздер, дамып кетесіздер деп айтады. Ол Бурса қаласында. Бурса қаласында кәдімгі үлкен емес қала, бірақ технология жағынан жақсы дамыған көптеген ауыл. Сол жақта Nescafe шығаратын көптеген өндірістер бар, үлкенді өндірістер бар. Бірақ оған кішкене біздің мақсатымыз үлкендерге кіріп шығу емес, біздің мақсатымыз осы кіші буын кәсіпкерлерге, кіші буын өндірістерге кіріп, солармен танысып, алдын ала танитын ағаларымыз бар, олар біздер сол жақтан өндірістермен таныстырады. Сонымен бірге Анкарада екінші қалаға Анкараға барған кезде, Анкара астанасына барған кезде, қазір таңда үлкен компания бар, Göknur деген. Ол не өндіреді? Олар өздерінің бау-бақшалары бар. Түркияда ең үлкен бау-бақшалардың компаниялардың бірі. Олар сонымен бірге тек қана бау-бақша емес, соктарды шығарады, жемдерді шығарады, көптеген өзінің не дейді, оны балынды шығарады. Балынды сол жақта күткен кезде балынды дәм татып көрдік. Енді ол менің өзім емес, ол қазір СПК тарапынан, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация тарапынан басшылары сөйлесіп, сол жақта олардың ниеті бар, солардың басшы ең бірінші қызығушылық бар ғой? Ең бірінші инвестор, кәдімгі егер біздерге біргелікте жұмыс жасасақ, біз осында кемінде енді олар айтып жатыр, 1000-дан жоғары гектарға бау-бақша егіп, өндірістер салуға дайынбыз деп. Енді оны ары қарай жұмыс жасап. Осылардың ниеті бар. Бізде келіп кәсібін ниеті де бар, жоспары да бар, бірақ енді соны ары қарай іске асыру керек. Біз жақтан қолдау керек. Кәдімгі жұмыс жасау керек күнделікті. Енді қазір таңда үлкен бір жоспар құрып отыр СПК-да, соны іске асырамыз деп. Ол да үлкен бір. Алдағы уақытта айтасыз ол жайды, толығырақ. Енді оны біз сізбен бірге ертең бастаған кезде арнайы сұхбат жүргіземіз, арнайы видеоны қалай болып жатқан қайтадан процесті бәрін көрсетеміз. Біздің мақсатымыз енді Серік бауырымызбен бірге мақсатымыз осы қарапайым тілмен біз өзімізге қойған нәтижелерге, жоспарларымызға қалай жетіп жатқан халыққа көрсету, біздің кәсіпкерлерге бауырларымызға көмегіміз тиеді деген ой ғой. Сонымен бірге мен өзімде кәсіпкер ретінде сол бастаманы қалай, өз өндірісті қалай бастадық, сол қалай жетіп жатыр, қандай проблемаларын
өтіп жатқан барлығын егер ашық түрде көрсетсек, ол өте керемет болады. Енді осы орайда айтып кетейік, қазір біз өзіңіз де алдыңғы сұхбатта айттыңыз, қазір біздің елдің жастарына өз басым сенен дедіңіз. Өйткені креативті ойлайды, қазір олар жаңаша бағытта келіп жатыр. Иә, мойындау керек, біздің мықты сала мамандары, мысалы Google компанияларда істеп жатыр. Мақтанышпен айтамыз. Өкінішке орай кейбір кезде өзіміздің консультация сайттарға да кіре алмай қалады. Өйткені бізде білесіз ғой, енді бәрі демеймін, бірақ кейбір мекемелерде жұмыс өтілің жоқ, еңбек өтілің жоқ деген себептермен қабылдауы мүмкін. Бірақ біздің өзіміздің осы қандас қазақ бауырларымыз, азаматтарымыз сондай шетелдік компанияларда жетістікке жетіп жатыр. Енді айтқым келгені, біздің Турциядан қандай не алуға болады? Біздің қазір стартап бизнес бастайын деген креативті жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Біздің елде қазір, біздің өңірде әсіресе Жамбыл облысында, Тараз қаласында қандай кәсіп түрін дамытқан дұрыс? Өзіңіз кәсіпкер ретінде енді бір 6 айдың көлемінде осы қаламен де танысып, облысты аралап көріп жатсыз ғой енді жалпы. Ең үлкен мәселе кеше Түркияға барған кезде сол жақтағы істеп жатқан біздің қазақ бауырларымызбен кездестік, таныстық. Бар, ол жақта да бар екен. Өте көп. Тараздан да бар, Қазақстаннан кеткен сол жақта жұмыс істеп жатқандар, оқыған, бірақ сол жақта қалып, қазіргі таңда істеп жатқан мықты азаматтарымыз бар. Сол жақта кезінде бабалар бір қиыншылықпен көшіп, сол жақта солардың балдары бар. Солармен әр кезде барған сайын мен солармен танысып, көптеген кәдімгі біздің мықты осы елді көтеретін азаматтармен таныстырамыз. Енді біздің идеологиялық мақсат, біздің әңгімеміз солармен сұхбаттасқан кезде сіздер сол жақта жүрсіздер, бірақ сол технологияларды сіздер соны пайдаланып күнде 24 сағат енді дамыған мемлекетте жүрген соң сол технологияларды Қазақстанмен қалай байланыстыруға болады деп сондай ниетті жасаңыз, сондай жобаларды бірге жасайық та деген ұсыныс тастадық. Сонымен кәдімгі сөйлестік. Енді үлкен бір қазір мен осы бүгіннен бастап үлкен бір жариялау жасаймын. Арнайы мен бір жобаны ашпақшы қазір бір ниетім бар. Осы жастарымыз 18-ден 30 жасқа дейін жастарымыз Түркияның керемет 500-ді отельдерде тәжірибе 500 жұлдызды отельдерде кемінде 6-7 ай жұмыс жасап, тәжірибе алып, ақшасын алып, сол жақта кәдімгі үйреніп, сондай жобаны ұйымдастырып отырмыз. Соны мен бүгін арнайы видеомен жариялап түсіндіресіз. Толықтай түсіндіріп, енді оны былай қысқаша айтқанда, біздің жастарымыз, студент жастар, бітірген жастар, әлі жұмыс таба алмай жүрген жастар, немесе егер шетелдік тәжірибені үйренгісі келсе, соларға арнайы Анталияда біздің қазақ балдары сол жақта компания құрған. Компания құрған, осы тәжірибемен айналысады. Біз солармен кәдімгі келесі шартқа қол қойдық. Енді біздің жастарымызды сол 500-ді отельдер сәуірден бастап қазан айына дейін тәжірибе алмасуға кемінде $300 табыс алады. Енді не дейді? Бірақ сонымен бірге не дейді оны? Тұру және тамақ жеуі сол бағада ішінде да. Бірақ ол енді бизнес жоба. Ол енді тегін жоба емес. Енді ол кемінде $350 болады. То есть егер айырмашылық айтқан жастарға, жастар барғысы келсе, олар бірінші не өтатын, олар енді біздерде 5 жұлдызды отельдер көрмес қой. Одан кейін сервис, олардың технологиялары, қалай адамдарды сол жақта қандай оборудование технологиялар бар, олар қалай жұмыс жасайды, қалай тез арада проблемаларын шешеді, сол тәжірибені алмасу, ол біздерде ондай көрмес. Ол халықаралық деңгейде үйренеді. Екінші мәселе, ол не дейді оны, үлкен бастыққа дейін, үлкен бизнеске дейін жету үшін сен кіші форматтан жұмыста бастау керек. Олар хостестен бастап түрлі администратор көмекшісі, басқа түрлі. Үшінші мәселе тілді үйренеді. Түркше тіл болсын, ағылшынша болсын, тілді жетілдіреді. Содан кейін, бірақ біздің идеологиялық мақсат ол тек қана бизнес мақсаты, тек қана жастардан табыс алу емес, и олар тек табыс алу емес. Біздің мақсатымыз тәжірибені үйрену ма, енді әрі қарай сол тәжірибе алған жастарды осы жерге елімізге әкеліп, соны
біздің енді 4 жұлдызды 3 жұлдызды біздің отельдерді әрі қарай басқа компания тур фирмаларды әрі қарай дамыту сол тәжірибемен халықаралық тәжірибемен дамыту сондай бар. Бірақ ол бизнес жоба, ол менің компанияммен және сол жақтағы біздің қазақ бауырларымыздың компаниясы келісімге келді. $350 болады бұл бағдарламаның, бірақ ол $350 болғанмен ол ай сайын $300 кемінде табыс алады. Кәдімгі айлық ретінде алады, стажировкасы жүреді, тамағы және проживаниесі тегін бұл жастарға. Бірақ менің үлкен мақсатым біздің жастарымыз сол жақта қалып кетпеу. Соларды мойындайық, біз дамыған Айбетпен сөзіңіз бөлгенде мен мойындау керек. Дамыған елдерде көбіміз кеткіміз келмейді. Барлық жағдай жасалғаннан кейін, көбіне қалғысы келіп жататындар бар. Бірақ дегенмен де отанға деген ыстық махаббатты болып жатады ғой. Сіздің ойыңызды мен енді түсінуімше, жалпы біздің жастарды сол халықаралық деңгейде үйретіп, өзіміз келіп сол тәжірибені өзімізде істеп табыс көзін айналсын деп отырсыз ғой, сіздер үйретіп. Сонымен бірге сол жақта кәдімгі енді көп жастарымыз көрді, логистикада істейді, көптеген крупный компанияларда істейді. Қыздарымыз бар. Көптеген жастарымыз қазір таңда үлкен мәселе көтеріп жатыр. Көп жастарымыз енді шетелге, Түркия еліне кетіп жатыр деп да. Мен енді олармен сөйлескен кезде, солармен танысқан кезде мен айтып жатырмын, сіздер сол жақта кеткенімен, сіздер сол жақта енді табыс аламын деп, сол жақта енді дамыған деп кеткенімен, бірақ Қазақстанмен байланысты үзбеңіздер. Қайта біз мына жақтан сіздермен бірге бір бизнес жобаларды бірге бастайық. Біз осы жерде таныстайық басқа біздің жастармен. Бірімізге көмек болыңыз дейсіз ғой. Сіздер енді біз енді Түркияға жылына бір 2 рет барсақ, жұмыспен барсақ, сіздер сол 24 сағатсыз. Бәрін білесіз. Сонымен сіздермен бірге қазір таңа келіп кету деген бір проблема емес қой. Сонымен бірге қазір Zoom бар, WhatsApp бар. Біргелікте жұмыс жасайық, біргелікте жобаларды іске асырайық. Сонда ниетпен олардың көздерін кәдімгі жақтық, өзімізді көрсетіп, қандай деңгейдегі азамат екенімізді, қандай ниетпен істеп жатқанымызды, қандай жобаларды іске асырғымыз келетін жобалармен таныстырып, оларда қызығушылық бар. Бұл азаматтар қызығып жатыр ма? Кеше танысқан бір Стамбулда бір жас жігіттермен таныстым. Сол жақта военная академия, олар 2 диплом алады екен. Біреуі военная академия. Түркияның азаматтары олар? Жоқ, олар Қазақстаннан бұрын қоныс аударғандар. 4-5 жыл бұрын арасынан қоныс аударғандар бар. Сонымен бірге Қазақстаннан барғандар. Бірақ олар көрініп тұр, нелері жатыр. Енді дамыған мемлекет өзіңіз айтқандай кәдімгі не дейді оны, сервис бәрі, түрі, түсі бәрі жағып жатыр да. Кейбіреулер жұмысқа да орналасқан, сол жақтан оқуды бітіріп, сол жас жігіттер кәдімгі әдемі біздің қазақтың бауырларымыз. Біз айтып жатырмыз, сіздер сол жақта 2 диплом алған соң, халықаралық деңгейде тілді біледі, неге? Бірақ қалып болмаңыздар. Жұмысты бастаңыздар, бірақ біздің елмен давай бірге жұмыс жасауға бірге өркендейік. Кәдімгі мотивация керек те. Сәкен, енді әр жерде қарасаң, барша азаматтарымызға бәрі өзімізге мотивация керек. Бізді кәдімгі жолды көрсететін азаматтар керек. Соның үшін дұрыс осындай жобаларды іске асырады. Оларда білдіретін. Біз былай бір жоспарланған кездесу емес, кәдімгі бір көшеде кездесіп қалдық, әңгімелестік, кәдімгі көз жамып мықты азаматтармен, бірақ соларды қалып кетпеу керек, соларды елге әкеліп түрлі мықты жобаларды іске асыру. Соны қорықпаңыздар деген сондай ниетпен оларға айттық, көрсеттік. Кәдімгі мен Инстаграмды, Фейсбугымды көрсеттім, түрлі қалай біздер осы Қазақстанда жобаларды іске асырғанымызды көрсетіп жатырмын да. Олар енді қызығушылығын білдірді. Енді қазір мына Инстаграм арқылы, WhatsApp арқылы байланыстамыз. Алдағы уақытта бұл жоба басталады. Жоқ, сол азаматтар елге келіп, елге келмесе де, бірақ елмен бірге бір жобаларды іске асырады деген көзінде, ниетінде біз байқап қалдық. Енді мына дизайн дейміз. Сіз енді өзіңіз қазір айтып жатыр қой, сіз дизайн мышление деп, мысалы, жаңаша креатив, сондай бір жаңаша халықаралық деңгейге жаймен келіп жатырмыз. Көш жүре келе түзеледі дейді ғой. Барлық нәрсен болғаннан кейін бәрі керемет болып кетті деуден аулақпыз. Бірақ жаймен Тараз қаласы, Тараз қаласы дұрыс естісіңіздер, осындай халықаралық деңгейге, дәрежеге бет бұрып жатырмыз. Осындай деңгейде Аллаға шүкір, міне осындай бизнес каналға үкіметті ашып алдық, ашты. Дизайнның бәріміз бір ашықтық,
айтып жатыр ғой, тіпті тереземізден де іште не болып жатқанын барлығын, басшының кабинетінде не істеп жатқанын бәрі көрінетіндей, сондай халықаралық деңгейге келдік. Енді осы дизайн жағына келсек, енді шетел, ояқтың да офистерін көрдіңіздер, араладыңыздар. Қалай екен ол жақтың дизайндары, біздікі қалай жалпы? Осы дұрыс үлкен мәселе. Енді әрбір адам шетелге барған кезде олардың кәдімгі аэропорттан бастап самолет түскен кезде, аэропорттан келген кезде кәдімгі қызығушылығын білдіреді. Бәріміз білеміз. Қалай орналасқан? Кеше ғана біз сізбен бірге бір сұхбат жүргіздік осы дизайн мышления, да, мен қарапайым тілмен біздің халыққа түсіндіргенбіз дизайн мышлениемізде азаматтарымызға. Мына біздің офис осы Тараз қаласында, мен өткенде сізбен бірге айттым, енді ең халықаралық деңгейде осы бірінші осындай деңгейде, осындай форматта дизайн мышлениемен кәдімгі Google офис болатындай форматта біз офис істедік. Мен енді кеше көз жеткізгенім осы Түркияға барған кезде менің өзім дизайн бюром бар, өзім дизайн қызығушылығым бар, өзім түрлі нәрселер жасаймын. Менің дизайным осы Түркия форматына сәйкес келеді екен. Себебі байқағаным, Европада жүрсеңіздер, оларда көбінесе мына не дейді, серый формат, более не вызывающий дейді, енді яркий түстерді не дейді, кәдімгі көп қолданбайды. Олар көбінесе стильно, бірақ кішкене түстері не болу керек, серый, кішкене көзге былай жарқырап түспейді. Ал Түркияға барсаңыздар, европалық формат көрініп тұр, бірақ бәр жерде сочно, бәр жерде жарқырап тұр. Кішкентай магазиннен бастап үлкен бір офиске кірсең, кәдімгі анау кішкене гүлден бастап үлкен логотип кәдімгі офиске қызығушылық суретке түскім келеді. И мен байқағаным, біздің осы офисіміз бұл енді не дейді ғой, Европа емес, Америкалық Түркияға ұқсас форматта біз істегенбіз. Біздің дизайн бюро сол форматта істейді екен. Сондай біз оны білмесек те, бірақ соның істеп тәжірибенің артында кеше осы Түркияға барып, соны байқап қалдым. Қай жақта таксиге мінсеңіз, кәдімгі таксидің өзі жарқырап жатыр. Аэропортқа кірсеңіз, киімдердің өзі кішкене ашық. Сонымен бірге қазір таңда біздің азаматтарымыз көп Түркияға барған кезде не үшін Түркияның киімдерін алады? Себебі сапа жағынан, кішкене стиль жағынан, көрініс жағынан, дизайн жағынан кішкене қызық. Сол себепті біз айтып жатқанбыз, егер де біз көрдік қой, ең қызығы соны істеп жатқан арасында біздің қазақ бауырларымыз бар. Сол дизайнның өзінің Түркияда істеп жатқан біздің азаматтар арасында біздің бауырларымыз бар. Енді біз айтып жатқанбыз, егер сол Түркияда сондай форматта істесе, біз не себепті ондай істей алмаймыз. Оны міне біз істедік, тәжірибе ретінде біздің офисімізді бастадық. Енді әрі қарай соны сондай байқағаным көп болды. Енді шетелге кеткен кезде тағы бір байқағаным, осындай жарқыраған жерде дизайн форматта үлкен кішкентай офисте аэропорт болса, кәдімгі көңілің әрқашан не болып тұрады, жанып тұрады да, шаршамайсың да. Себебі визуалдық формат саған үлкен әсер береді. Сол себептен егер біздің бауырларымыз осы өзімізде Таразда болсын, Жамбыл облысында болсын, басқа қалаларда Шымкентте болсын, шаршамау үшін әдемі сочный дизайн форматта бар. Кішкентай магазиннен болса, айтып жатырмын, кішкентай дүкендер бар, ішіне кірсең кәдімгі көзге әдемі түсіп, көзге бір нәрсе алып. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, тіпті енді біз қазақ ондаймыз деп жамандағаннан аулақпын әрине, бірақ дегенмен де кейбір кезде кәсіпкерлеріміз бар. Дүкендерде де кейде дұрыс қызмет түрін көрсетпей жатады. Өзіңіз бір таңғалып айттыңыз. Тіпті киім сататын бір күшті дүкендердің алдына өтіп бара жатсаң, сатушылар келіп амандасып келіп көресіз бе, киіп көрсеңіз, ұнаса алыңыз дегендей сондай сервистік қызмет жағын айта кетсек, біздің кәсіпкерлерге әлі де сондай бір сервистік қызметтер жетпейтін сияқты, қалай ойлайсыз? Ол негізі бәсекелестіктің арқасында. Егер де біз қаншалықты осындай офис, бір мәселе ретінде, бір мысал ретінде айтсақ, біздің офис не аштық қой, біз айтып жатырмыз, бұл бірінші тұңғыш, бірінші осындай формат. Егер бұндай офистер кемінде бір 20-30-40 болса, сол офистердің арасында бәсекелестік болады. Сервистік бәсекелестік. Қызмет түрлерінде. Дүкенді алсақ, егер дүкен біреу әдемі
тағы 15 сондай бір-бірімен сатушының болса, өзінің несін сол кезде кәдімгі бәсеке. Өндірісте де сондай. Әрбір цехы, Европалық форматты. Мен осылай ең басты, енді кәдімгі нарықты дамытатын, сервисті дамытатын бәсекелестік. Сен өзің болсаң, сен ешкіммен салыстыра алмайсың. Ал егер 10 адам, 50 адам, 100 адам болса, бәсекең көп болса, сен кәдімгідей өзіңді мен былай істеуім керек, мен мынаны жасасам, маған көбірек адам келеді, маған көбірек көңіл бөледі деген сияқты сондай бәсекелестік. Енді өзіміздің ауылымызда, Таразда, мына өңірімізде, Жамбыл облысында, бәр жерде бәсекелестік болады. Енді сол мақсатын біз күшейту керек дейсіз ғой, яғни күшейту көп жобалар, көп жобалар. Енді оны әңгімемен емес, кәдімгі біз енді ол енді сөзбен айтылған нәрсе ғой, іспен істеу керек деп. Біз өз тәжірибемізбен көрсетіп жатырмыз. Осындай жобаларды біз істеп бастадық. Енді әрбір азамат қорықпай осындай мәселелер, осындай жобаларды, осындай болсын, басқа жобаларды көп халықаралық деңгейде істесе, бәсекелестік те болады. Бірақ ең күштісі байқаған ол жақтағы Түркияда жеп жатқан тамақтары әдемі. Былай да, енді дөнер дейміз біз. Енді шамалы білетін кәдімгі дастархан әдемі жасайды. Бірақ олардың жеп жатқан етін жесең энергия жоқ. Энергия деген құнарлығы аз ғой. Құнарлығы аз, олардың шөптері осы енді олар откормыштар не дейді, сиырларды өсіретін, қойларды өсіретін жерлері кішкене жайылымдары болмаған соң, олардың етін жеу, тамағын жесең, кәдімгі бір сағаттан кейін қайтадан аш қаласың, тағы жең келеді, бірақ энергия жоқ. Бірақ біздің елде кішкентай бір самсаны етін жесең, кәдімгі күш келеді. Күш жоқ оларда, күш аз, бар, бірақ аз. Бірақ біздің береке, осы біздің елдің берекесі, бұл біздің тағамымыздың өзі. Олар айтып жатыр, Түркия бауырларымыздың өздері айтып жатыр. Сіздердің етмен біздің донор істесек, кәдімгідей жерді сұраныс мықты болады деймін. Кәдімгі алдыға ұмтылғың келе береді. Сол себептен біздің береке, осы еліміздің берекесі, бұл біздің даже еттен, біздің кішкентай бір тамағымыздың өзі, олар айтып жатыр, бешбармақ деген. Біз сіздердің кәдімгі бауырсағын жесең де, қаймағын жесең, кәдімгі күш аласың, жұмыс істеуге дайынбыз. Сол себеп соны бағалауымыз керек. Сол біздің үлкен бір не дейді, фишка, жетістік, кәдімгі өзіміздің основамыз. Енді біз осындай халықаралық деңгейде жобалар істесек, бізді тез дамытып кетеміз. Біздің мақсатымыз сол. Біз оны істеп жатырмыз, біз өз тәжірибемізбен соны көрсетіп жатырмыз. Егер біз қорықпай соны бастасақ, басқа азаматтар көріп, көзбен көрген соң, бізден істей алады екенбіз ғой деген. Бірақ үлкен мәселе бұл сол жақтағы мықты тәжірибе алған азаматтарды тартуымыз керек, кәдімгі солмен арнайы үлкен жобаны жасауымыз керек. Азаматтар көп. Біздің қазақ бауырларымыз сол жақта мықты істеп жатқан бауырымыз көп. Соларды кәдімгі енді олар елге келген соң кіммен араласам, кіммен сұхбаттасам деген сондай проблемалар болмау үшін біз оларға көмектесуіміз. Бір жолын көрсетіп жіберсең, кәдімгі кім қайда бару керек. Енді осы жерде Асқар мырза, енді біздің көптеген көріп отырған көрерменге де қызық болып тұрғаны, енді сіз айтып отырсыз ғой, енді ол Түркия еліне барып келдіңіз. Одан бөлек мынау бизнесте жүрген 5 жылдан аса, даже тіпті шыны керек 10 жылдан аса тәжірибеңіз бар. Біздің өңірде мынау жаңадан кәсіп бастайын деген жастар бар ғой, енді көзжан кәсіп бастасам, былай айтқанда бизнес тілімен стартап идея дейміз ғой. Стартап идеямен келіп жатқан азаматтарға қандай кәсіп түрін ұсынар едіңіз? Қандай кәсіп түрін бастаған дұрыс? Қала тұрғындарына, облыс тұрғындарына жалпы бізде қандай кәсіп түрі ақсап тұр? Жас кәсіпкерлер қайсысын бастаса дұрыс? Өз ойыңыз. Үлкен мәселе, ол туралы әр сұхбатта біз сізбен бірге атап кетіп жатырмыз. Мен өзім де енді кәсіпкерлікте жүргенмен, мен көбінесе карьера жасап, басшы болып, көп жобалардың мәселелерін, проблемаларын шешіп жүрген форматта жұмыс істедім, өзім тәжірибе алдым, бірақ өзім қазір стартап ретінде, енді реальный кәсіпкер ретінде мен қазір енді бастадым. Ол өзімді байқап жүрмін, соның қазір сол салада қазір кәдімгі жұмыс жасап жүрмін. Енді Серік бауырым, әр саланы қарасаңыз, әр салада ұтымдықтар бар өзінің. Әр саланы біздің елімізде әр саланы қарасаң, енді бір магазиндердің, дүкендердің өзі сауда-саттық деп айтамыз. Енді біздер сауда-саттық кішкене әр қалада қарасаңыз, сауда-саттық кішкене дамыған ғой. Басқа салада өндірістер, әрбір өндірісті қарасаңыздар,
несі нишасы сіз айтып жатырсыз қай салада істеген дұрыс бәрі салада істеуге болады сервистік салада логистика өндірістік енді өндірістер мені айтып жатқан жоқпын үлкен өндірістер кішкентай өндірістерді бастасақ мини жобалар дейсіз иә мини мен мәселе бір мысал ретінде айтып кетейін біздің Қазақстанда ойыншық шығару ойыншық пластикадан ойыншық сатады неде кәдімгі базарға барсаңыздар неге дүкендерге барсаңыздар біз ойыншық балдарымыздан ойыншық аламыз Қазақстанда бір екі компанияны білемін бір кішкентай компания солар Шымкентте орналасқан олар не істеді Түркиядан Қытайдан оборудование келді пластикадан кәдімгі не форматта формасын жасап сол жақта машина мына кәдімгі балдар мінетін бар ғой аяқпен самокаттар түрлі форматта ойыншық жасайды біздің өнім ең бастысы біздің өнім кішкентай бір 3-4 оборудование қойып соны істейді енді соның тапсырысын соның сол өнімдерді Ақтауға дейін алып кетеді Ақтауға дейін Қазақстанның басқа елдеріне таралып жатыр деген басқа қалаларына ол енді қарасаңыз сұраныс бар мен сол жобаны білетін 5-6 жыл болды бірақ одан кейін ашылған жоқ сол екі компания екі кішкентай компания оның да біреуі Қытайда оқыған әке шешесі баласын Қытайда жіберген ол Қытайда көріп видеосын түсіріп келді семьямен отбасымен бастап кетті біреуі Өзбекстаннан келген бір қандас бауырымыз соны бастап кетті басқа жоқ бірақ ол да сұраныс өте үлкен олар да айтып жатыр да егер сонымен басқа тағы бір саланы қарасақ менің бір Димаш деген досым бар біз қазақ-түрік ассоциациясын құрғанбыз ол да Шымкенттен кәдімгі неде искусственный мрамор дейді кәдімгі жасанды иә неде кухняда столды жасайды сосын пластикадан түрлі нәрселерді істейді түрлі дизайн форматта көптеген кәдімгі қол жуатын кәдімгі не дейді ғой қазір кухняларда біздің келіншектеріміз кәдімгі посуда жуатын нелер бар ғой сондай пластикадан көп нәрсе істейді ол да айтып жатыр да әлі де аз дейді да енді менің мақсатым көп балаларға сол мен істеп жатқан тәжірибені бөлісу мен оны не дейді да мен оны жасырмаймын дейді себебі қаншалықты көп болса соншалықты біз бір-бірімізге араласамыз бір-бірімізге көмектесеміз бәсекелестік әлі де жоқ 5-6 жыл өтеді айтамыз бірақ нәтиже көп жатқан сол себептен біздің қазіргі таңда осыған байланысты мотивация керек мен енді мына ақша кредит мәселесін айтып жатқан жоқпын бірінші идея форматы да енді ол проблемалар көп қой енді біреулер айтады ашқымыз келеді бірақ қаражат жоқ мен ол туралы айтып жатқан мен енді бизнес ретінде өзім енді кәсіпкер ретінде айтып жатқан сол салада енді көп әңгіме жүргізсек көп сол салада әлеуметтік желілерде көп сондай сұхбаттасақ сондай форматта енді сіз сұрақты қойдыңыз ғой қай салада әрбір салада бәсекелестік енді орысша айтқанда почти жоқ сол себептен Түркияда бар Түркияда көрдім кішкентай бір көшенің бойында 100 дүкен тұрды бір-бірімен кәдімгі дизайнмен бастап ішіндегі немен жарысады әрқайсысы өзінше ерекшелігі тұр ғой енді өндірістері қай жаққа барсаң да көп енді сол тұрғыда біз жобаларды іске асыруымыз керек тәжірибені алмасуымыз керек сол туралы көп әңгімелесуіміз кәдімгі әңгімелесіп жолдарды іздеуіміз керек енді басқа түрлі проблемаларына қаражат проблемаларын шешетін енді жолдарын көрсету керек біздің мына елдерге одағы бар басқа оны көтеретін көптеген мекемелер біздің СПК бар басқа енді қаншалықты әрбір не дейді ғой әрбір топта сол туралы әңгіме көп жүргізсек сол кезде ол тез кәдімгі қимылдап іске асырылатын жобаға келеміз енді сөз соңында Асқар мырза енді біздің мынау жастар әсіресе көріп қызығушылық оянды деген ойдан егер жастар қызығып енді мынау видеодан көрдік тағы да бір сұрағымыз болып еді мынау пікір ретінде қалдырайық десек оның кейде жұмыс барысымен уақытыңыз болмай ма жеке жолығып бір кеңес аламын дегендей бір ниет білдіріп жатса өзіңіз дайынсыз ба соларға бір өзіңіз жүрген бизнесті түсіндіруге немесе мына бизнесте былай екен идеяң дұрыс екен мынаны алу жолы былай деген сияқты енді өзіңіз басшылықта болдыңыз білесіз ғой жолдарын әрине дайынсыз ба енді әрине дайынмын мен қай жақта жүрсем де қазір мен Тараз қаласында жүрмін бұрында Шымкентте жүрдім өзіміз Астана қаласында басқа қазір айтып жатырмын біздің әрбір кеше ғана бір пост көрдім Фейсбукте біздің әрбір қалада әрбір ауылымызда
күшті энергия бар да. Кәдімгідей ол шетелдік азаматтарды келіп айтады. Бірақ егер сол күшіміз болса, соны бірақ біздің жастарымыз айтып жатыр. Біз міне кеше осы кешке бір жастармен кездестік осы таразда. Олар айтып жатыр, бізде ұсыныстарымыз көп, біздерде жобаларымыз көп. Бірақ кіммен ақылдасатынымызды, қай жерге баратынымызды кәдімгі бір не дейді олай? Жастар жиналатын орталық дейді ғой енді. Андай да, енді жұмыстан кейін деп айтып сондай еркін форматта сондай енді точка не дейді ғой, кәдімгі орындар болу керек та, сондай аз дейді. Біз енді қазір айтып жатырмыз, қазір әлеуметтік желілер бар. Оны жете алмасаң да, мен әрқашанда ашпын әлеуметтік желілерде. Егер өзім білмесең де, соны білетін азаматтармен байланыстырамыз да. Ол Фейсбукта да бармыз, Инстаграмда бармыз. Асқар Абубакиров, Серік бауырымыздың өзінің Инстаграмы бар. Біздің мақсатымыз, біз Серік бауырымызбен осындай бағдарламаларды не үшін айтып жатқанымыз, қазақша, қарапайым тілмен, ол арасында орысша да болсын, біздің осы ауылымызда, қалаларымызда кәдімгі мектепте оқыған, студент болып жатқан, істеп жатқан бауырларымызға халықаралық деңгейде жобаларды істей аламыз деген мүмкіндіктерді соны көрсету, соған кәдімгі енгізу, соның идеологиялық тұрғыда кәдімгі мотивация жасау, енді әрі қарай оның жолдарын көрсетсек, тек қана ол егер бұл жақта жастарымыз өзінің мүмкіндігін, өзінің энергиясын бөлесе алмаса, олар шетелге өзінің несін тартып тұрады. Олар әр күн сайын айтады, осы Америкада жүрсің, Түркияда жүрсің, басқа да жүрсің. Интернеттен қарасақ былай ғой деген. Ал егер біз осы әрбір қаламызда, ауылымызда әлеуметтік желілерде сол туралы көбірек сенде қандай мәселе бар, сол туралы айт маған, мен саған көмектеспесем де бір жолдарын көрсетуге дайынмын. Мен өзімде тәжірибемен соны өттім. Сондай көптеген түрлі жобаларды іске асырсақ, осында алаңдар болса, айбетпеңіз, тегін, ақыл емес. Қазір мойындау керек, қазір көптеген бизнесіне оқытатындар жасырып керегіне ақы сұрайды, оған барып сертификат берем дейді, анау берем дейді, былай айтқанда. Сіздікі былай айтқанда ұсынып тұрғаныңыз тегін ғой, өзіміздің бауырларға мен білгенмен бөлісейін. Келіңдер, сұрасаңдар, мен сендерге айтып беруге дайынмын деп отырсыз ғой, былай айтқанда. Иә, әрине, ол енді қазір мынау тегін, мынау көбірек халық не істейді да, көбісі ақшамен оқытады. Енді мынандай бизнесте мынандай мәселе бар да, егер әрбір азамат 5 тиын жұмсаса да, сол 5 тиынның ақпаратын ол жұлып алуға дайын да. Ал егер ол енді мен мына консультацияны кәдімгі жолдарын көрсету, ол проблема емес қой, кәдімгі WhatsApp-та жазса, кәдімгі тез арада проблемасын шешуге, жолдарын көрсетуге, жауап беруге дайынбыз. Ол ешқандай проблема жоқ. Бірақ оқу кезінде кәдімгі кейбір айтады, бір мастер-класстарға бармақшы едім, тренингке бармақшы едім. Қазір мен өзім күн сайын енді кәсіпкер ретінде жұмыс жасап жатырмын ғой. Қазір YouTube-та, басқа жерлерде түрлі жобаларды таптым да өзіме. Енді соны қазақша ретінде осы біздің жастарымызға кішкене пайдалы болсын деп, қазір соны бір ойым болып жатыр, соны қалай істесем болады. Қандай бір мотивациялық, бірақ тәжірибеге жақындау, сондай бір сұхбат, сондай бір пайдалы ақпаратты бөліскімге, мақсатым оған тек қана бір не ақша табу емес, осы көп енді біздер былай айтады ғой, біздің мақсатымыз былай да, егер мен өзім креативті болып, нестандартный мышление, дизайн жасасам, бірақ менің қасымда 10 адам тұрса, 50 адам, 100 адам, соны олар түсінбесе, ол маған қиын болады. Ал егер де мен біліп тұрып, менің қасымдағы кемінде 30 адам, 40 адам сол туралы қызығушылық болса, не болса, маған да жақсы, оларға да жақсы. Ол кәдімгі бір топ болып, кәдімгі качать етуге болады да, енді кәдімгі көптеген жобаларды іске болады. Құрметті достар, енді біз осымен өзіміздің сұхбатымызды аяқтағалы тұрмыз. Енді аз кем болса да бір білгенмен бөлісіп, 10 жылдан аса бизнес саласында жүріп, Шымкент қаласында да сол бизнесті басқарып, көптеген қазір жеке кәсіпкер болып өзі бизнеске бет бұрған Асқар ағамыз өзі Түркия елінде барып,
ол елмен біздің елдегі кішігірім айырмашылықтарды, бизнеске қатысты ойлармен бөлісті. Тағы да бір қызықты сауалдарыңыз немесе келесі бағдарламаларыңызды бір кішігірім мынандай осы бизнес түріне арнасаңыздар деген сияқты ұсыныстарыңыз болса да біз қабыл алуға әрдайым дайынбыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.